Құрметті қала тұрғындары, құрметті банк салымшылары, сіздерді бүгінгі қуанышты күндеріңізбен көптен күткен құттықтаймын. Шын жүректен. Қаламыздың басшысы Алтай Сидерович айтқандай, кезекте тұрған азаматтарды, мұқтаж азаматтарды үймен қамтамасыз ету елбасының, мемлекет басшысының аса назарында күнделікті. Соның арқасында Нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасы жүзеге асып жатыр. Сіздерге жеңілдетілген шартпен салыстырмалы түрде нарықтан арзан осылай сапалы үйлерге кіруге мүмкіндік беріп жатыр. Өздеріңіз естігендей жылдан жылға осындай үйлердің саны өсіп келе жатыр. Сондықтан сіздерді тағы да құттықтаймын. Осы кіріп жатқан үйлеріңіз ішінде қуаныш той болсын, құт береке қонған мекен болсын, құтты болсын. Алтай сіздерге рахмет, қала басшылығына рахмет, әрқашан қолдап осындай мүмкіндік беріп жатқанына, құрылысшыларға рахмет. Сондықтан осындай мейраммен құттықтаймын. Құтты болсын. Енді өздеріңіздің пәтерлеріңіз бар, болсын. Көріністе жақсы. Мына жерде ойнайсыңдар енді. Балалар ойнайтындар. Балалардың көрмейсіз ғой? Құтты болсын. Мен көп балалы отбасынанмын. Үйдегі балалардың ішіндегі ең үлкенімін. Кішкентай сіңілім, інім бар. Біз пәтерді алғанымыз үшін өте қуаныштымыз. Пәтер бізге өте қатты ұнайды. Ата-анама көп рахмет, енді біздің өзіміздің үйіміз бар. Біз өте қуаныштымыз. Осындай үйге қол жеткізген үшін рахмет. В очереди стояла с 2009 года как госслужащая. В прошлом году осенью перешла на очередь многодетная семья. И в этом году попробовала участвовать в этой кампании и прошла на двухкомнатную квартиру, чему очень рада. Дети рады, мы все очень обрадовались. Сегодня мы получили ключи, посмотрели квартиру, нам очень все нравится.